Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен араб әліппесіндегі алфавиттердің қалай жазылу керек екенін, және қалай оқылу керектігін айтып үйрететін боламын. Араб әліпбиінде 28 әріп бар. Жазылған ноқта солдан артқа қарап, оңға қарап жазылады. Бастаймыз. Алиф, бә, тә, сә, джим, хә, ха, дал, зәл, ре, зә, син, шин, сад, келесі зат. Мына жерге жасасайын. Та, за, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, вау, ха, және ия немесе ия деп оқылады. Мінекей барлығы 28 әріп. Сіздермен тағы да бір қайталап оқып көрсетейін. Алиф, бә, тә, сә, джим, хә, ха, дал, зәл, ре, зә, син, шин, сад, дат, та, за, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, вау, ха, ия немесе ия. Келесі жолы сізге қазақша оқылуын үйрететін боламын. Араб әліпбиінде қазақша оқылуы да бар, соны үйретемін келесі жолы.